Мәсих және Мәһди Мұхаммед пайғамбардың көзімен атты 40 хадис жинағынан алынған. Екінші хадис. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам тәуафайтани сөзіне берген түсіндірмесі. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Bukhari Kitabul Anbiya ve Kitabul Tafsir Surah Maide. Ибн Аббас радиаллаху анху пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам қиямет күнін еске алып былай деген баяндайды. Менің сахабаларымның кейбіреуі сол жаққа шығарылады. Сонда мен, бұлар менің сахабаларым ғой деймін. Бірақ Аллах Тағала, сен олардан кеткен кезде олар кері бұрылған деп жауап береді. Сонда мен Алланың салихалы құлы, Мәриямның ұлы Иса алейхиссалам сияқты, уа Раббым, мен олардың арасында болған кезімде олардың куәгері едім. Бірақ сен маған өлім жіберген соң, олардың куәгері сен болып қалғансың, және сен барлық нәрсеге куәсің деп жауап беремін. Хадистің түсіндірмесі. Бұхари мен Муслим бұл хадистің дұрыстығына бір ауыздан келісіп, оны өздерінің сенімді хадистер жинақтарына енгізген. Келтірілген хадис Тирмизи және Насаи кітаптарында да орын алған. Имам Бұхари бұл хадисті өзінің тәпсір кітабында Құранда пайдаланылған тәуафайтани сөзін ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам табиғи өлім деп түсіндірген атап көрсету үшін келтірген. Сөйтіп, Әл-Маида сүресінің 117-118 аяттарында құдіретті күшті жаратушымыз Исадан алейхиссалам қиямет күні сен адамдарға мені және адамды Алладан басқа екі құдай қылып алыңдар деп айтқан бедің дегенде ол айтады: сен пәксің, хақым жоқ нәрсені менің айтуым мүмкін емес. Егер солай айтқан болсам, сен әлбетте оны білер едің. Сен менің жүрегімдегіні білесің, ал мен сендегіні білмеймін. Расында сен ғайыптардың барлығын жақсы білушісің. Мен оларға өзің бұйырғаныңды, менің де Раббым және сендердің де Раббыларың Аллаға ғибадат етіңдер дегеннен басқа еш нәрсе айтпадым. Олардың арасында болғанымда мен оларды бақылаушы едім. Бірақ сен маған өлім бергеннен кейін оларды тек өзің бақылаушы болдың, және сен барлық нәрсеге куәсің дегені айтылады. Бұл аяттарда Иса алейхиссалам өзі басынан кешкен екі ахуалды еске алады. Біріншісі, оның халқына куәгер болғаны, ал екіншісі, тауаффадан кейін, яғни өзінің өлімінен кейін, өз халқының ортасында болғанын теріске шығара отырып, халқының куәгері Құдай ғана екенін айқындағаны. Кей адамдар тауаффа сөзін Исаға алейхиссалам қатысты қолданғанда табиғи өлім деп емес, тұтастай тірі тәнімен алып кетіп көкке көтеру деп аударады. Бірақ беріліп отырған хадис ондай мағынасын қабылдамайды. Өйткені ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәлме-дәл Исаның алейхиссалам сөзін қайталай отырып, бірақ енді өзіне қатысты. Сол арқылы тәуаффа сөзінің мағынасын табиғи өлім деген мағынада белгіледі. Ары қарай солай түсінудің дұрыстығының қосымша дәлелін Хазіреті Ибн Аббастың радиаллаху анху куәлік етуін келтіре отырып имам Бұхари берген. Соған сәйкес «Я Иса, инни мутаваффика» аятындағы мутаваффика сөзінің мағынасын мумитука, яғни «Уа Иса, расында мен саған өлім жіберушімін» дегенді білдіреді. Сөйтіп, тауаффа сөзінің мағынасы біздің ұстазымыз және тәлімгеріміз ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үшін де, Хазіреті Иса алейхиссалам үшін де бірдей болып шықты. Егер тауаффа сөзінің қарама-қарсы мағынасы болған жағдайда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ондай қарсы мағынадағы сөзді ешқашан қолданбаған болар еді. Оның үстіне, егер қандай да бір сөзді аударған кезде әлдекім жалпы қабылданған сөзге қарама-қарсы мағынаны пайдаланбақ болса, оның дұрыс емес аудармасын ешкім де ешбір сөздікке енгізбейді.
Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үшін де, Иса алейхиссалам үшін де, атап айтқанда Иса алейхиссалам үшін тірідей аспанға көтерілу, ал барлық пайғамбарлардың данышпаны Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үшін табиғи өлім және жер қойнына беру деген мағынада тауаффа деген бір сөздің мағынасын әртүрлі белгілеуге әрекет ету ешбір негізсіз және ақылға қонымды мағынаға қарсы әрекет болып саналады. Демек, ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам өзі түсінігін берген Құран кәрім аятынан тауаффа сөзі бұл жерде өлу деген мағынада қолданылғанын айқын көреміз. Ал Исаның алейхиссалам өлгені анық дәлелденген, рас және дау тудырмайтын факт.